Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дайындалу жолы оп-оңай әрі жылдам уақытта дайын болатын осындай кереметте минутка самсаларын дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырын илеу үшін бізге 450 грамм ұнға 200 грамм морозильниктен шыққан салқын сары май қажет болады. Енді осыны тверкадан өткізіп аламыз. Тверкадан өткізіп алған соң қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып біріктіреміз. Бізде осындай кішкене крошка пайда болады. Сары май 82,5%-дық менде, және осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Бізге енді жарты шай қасық ас содасы қажет болады, және осының үстіне 1 шай қасық уксусты, яғни 9%-дық уксусты қосып, осылай көпіртіп алатын боламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар, араласу барысында осылай көпіреді. Қамырды илеу үшін бізге тағы да 150 грамм қаймақ қажет болады. Егер қаймақ болмаса, орнына айран қоссаңыздар да болады. Енді осы қаймақтың үстіне жаңағы уксус пен ас содамызды саламыз. Және де бір жұмыртқаның сарыуызын қосамыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз, бір келкі массаға келгенге дейін. Мінекей біздің массамыз дайын. Енді осы қаймақты массамызды ұнның үстіне құятын боламыз. Ендігі кезекте барлығын қолымызбен жақсылап араластыра отырып, қамырымызды илеп алатын боламын. Басқа артық су, ұн қажет емес. Осылай араластырып отырсаңыздар, қазір өзі бір келкі қамырға айналады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай жұп-жұмсақ қамыр иленіп шығады. Енді осы қамырымызды пакетке салып 20 минутқа немесе 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Және де қамырымыз демалғанша салмасын дайындауға кірісетін боламын. Салмасына мен қойдың етін және де құйрық майды қолданатын боламын. Ал сіздер дайын фаршты қоссаңыздар да болады. Біздің отбасымызда осылай турап жасағанды жақсы көретіндіктен, мен етті, яғни қолдың көмегімен осылай ұсақтап турап алатын боламын. Фарштың кез келген түрін қолдансаңыздар болады, сиыр етінен, жылқы етінен, қой етінен. Бұл әрине өз қалауларыңызда, немесе мен сияқты осылай етті ұсақтап турағанды жақсы көретіндер болса, осылай турап жасасаңыздар да болады. Дәмі өте ерекше дәмді болады. Мінекей етіміз бен құйрық майымызды осылай ұсақтап турап дайындап қойдым. Мен салмасына асқабақта қосып жасайтын боламын. Сіздер картошка қосып жасасаңыздар да болады, немесе яғни тек ет пен фаршпен жасасаңыздар да бұл әрине өз еріктеріңізде. Асқабақтарымызды дәл видеодағыдай ұсақтап турап алатын боламыз. Турап дайындап алған асқабағымызды еттің үстіне салатын боламыз, және де бізге 1 пияз қажет болады. Пиязымызды дәл видеодағыдай ұсақтап турап алатын боламыз. Пиязымызды да салып алатын боламыз, және де дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Құрметті көрермендерім, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мінекей осымен салмамыз дайын. Енді тоңазытқышта 30 минут тұрған қамырымызды алып, 2-ге бөліп, кішкене сопақша формаға келтіріп, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен көз мөлшерімен бөліп шықтым. Егер сіздерде таразы болса, шамамен 40 граммнан өлшеп бөліп алсаңыздар, барлық самсаларыңыз бір келкі шығатын болады. Енді бөліп алған қамырымызды осылай қолымызбен дөңгелетіп, шарик тәріздес етіп дайындап қоятын боламыз.
Барлық қамырларымызды осылай дөңгелек етіп алдым, және де беті кеуіп қалмасы үшін матамен немесе пленкамен міндетті түрде жауып қойыңыздар. Енді қамырдың шетінен алып, қамырды жаюды бастаймыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, нәзік болғандықтан жаю барысында жабысқақтау болуы мүмкін. Сол себепті ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да болып кетпесін. Мінекей осылай жайып алдым. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың ортасынан кесесіздер және де салмасын салып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай асықпай әдемі тюльпанның формасында түйіп алатын боламыз. Төменгі жақтарын міндетті түрде қолымызбен жақсылап қысып бекітіп аламыз. Себебі пісу барысында ашылып кетпеу керек. Осылай жақсылап қысып бекітіп алатын боламыз. Мінекей осымен әдемі тюльпан самсаларымыздың барлығын осылай түйіп шығатын боламыз. Сіздерге толықтай түсінікті болу үшін тағы да біреуін жайып жасап көрсететін боламын. Видеоны мұқият қарасаңыздар, бәрі түсінікті түрде. Бұл самсаны бұрын соңды дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Асыққан кезде және аяқ асты қонақтар келіп қалғанда жасасаңыздар, өте керемет, уақытыңызды да үнемдейсіз. Сонымен қатар бұл самсаның дәмі өте керемет, сондай нәзік, ауызда еритіндей болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Төменгі жақтарын міндетті түрде қолымызбен жақсылап қысып бекітіп аламыз. Себебі пісу барысында ашылып кетпеу керек. Сол үшін міндетті түрде жақсылап қысып бекітіп алғандарыңыз дұрыс. Мінекей осылай әдемілеп самсамызды түйіп алатын боламыз. Барлық самсаларымызды әдемі тюльпанның формасында дайындап алдық. Осы уақыт аралығында алдын ала пешімізді 190 градуста қыздырып дайындап қоятын боламыз. Бізге енді жұмыртқа қажет болады. Самсаларымыздың сыртына осылай жұмыртқамызды жағып, формамыздың ішіне салып алатын боламыз. Барлық самсаларымызды кезегімен рет-ретімен осылай жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Мінекей осымен самсамызды пісіріп ала берсек те болады, және де өз қалауларыңыз бойынша күнжут мак сепсеңіздер де болады. Бұл әрине өз еріктеріңізде. Мен күнжут пен макты араластырып, бетіне осылай сүйіп шығатын боламын. Осымен дайын. Енді самсаларымызды 190 градуста қызып тұрған пеште 30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің капля, яғни тюльпан самсаларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, дастарханға қойғанға да сүйкімді, әдемі көрінеді. Және де ыстықтай жесеңіздер, ауызда еритіндей керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермен. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.